Рек. Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар? Дене шынықтыру ұйымдастырылған оқу қызметінің бойынша квал-тестке дайындықты бастаймыз. Бұл екінші бөлім. Екінші бөлімнің сұрағы. Бірінші сұрағы. Бағдарламаның нормативті талаптарына сай қимылатқыш іскерліктің даму деңгейінің сәйкестігі. Жауабы физикалық даярлық. Физикалық даярлық. Қайталаймыз. Бағдарламаның нормативті талаптарына сай қимылатқыш іскерліктің даму деңгейінің сәйкестігі. Жауабы физикалық даярлық. Келесі сұрақ. Баланың арнайы білімдерді, қимылдатқыш іскерліктерді меңгеруі. Жауабы физикалық білім. Қайталаймыз. Баланың арнайы білімдерді, қимылдатқыш іскерліктерді меңгеруі. Жауабы физикалық білім. Келесі сұрақ. Физикалық тәрбие кезінде арнайы қозғалыстарды, сондай-ақ қиын іс-әрекеттерді баланың меңгеруі. Жауабы физикалық жаттығу. Физикалық жаттығу. Қайталаймыз. Физикалық тәрбие кезінде арнайы қозғалыстарды, сондай-ақ қиын іс-әрекеттерді баланың меңгеруі біз физикалық жаттығу деп атаймыз. Келесі сұрақ. Қимыл әрекеттерін бірнеше рет қайталауды біз жаттығу деп атаймыз. Қимыл әрекеттерін бірнеше рет қайталау жаттығу деп аталады. Келесі сұрақ. Баланың қимыл аппаратының белсенділігін сипаттайтын әрекет. Жауабы қимылдатқыш қызмет. Қимылдатқыш қызмет. Қайталаймыз. Баланың қимыл аппараттарының белсенділігін сипаттайтын әрекетті қимылдатқыш қызмет деп атаймыз. Баланың дара дамуы мен өмірлік организмнің негізі. Жауабы қимылдатқыш белсенділік. Баланың дара дамуы мен өмірлік организмнің негізі. Жауабы қимылдатқыш белсенділік. Келесі сұрақ. Физикалық әртүрлі жаттығулардың кешендері мен жарыстардың дайындалуы мен өткізілудің физикалық мәдениет құрама бөлімінің ұйым жүйесі. Жауабы спорт деп аталады. Қайталаймыз сұрақты. Мұқият тыңдаңыздар. Физикалық әртүрлі жаттығулардың кешендері мен жарыстардың дайындалуы мен өткізілудің физикалық мәдениет құрама бөлімінің ұйым жүйесін біз спорт деп атаймыз. Келесі сұрақ. Социологияның, психологияның, физиологияның, спорттық метрологияның және дәрігерлік бақылаудың арнайы әдістері мен ғылымдары біз зерттеу деп атаймыз. Зерттеу. Қайталаймыз. Социологияның, психологияның, физиологияның, спорттық метрологияның және дәрігерлік бақылаудың арнайы әдістері мен ғылымдарын зерттеу деп атаймыз. Жауабы зерттеу. Келесі сұрақ. Педагогикалық процесті тану және ұстаз қызметін талдау жасау. Балалардың іс-әрекеттерді қабылдауы бақылау деп аталады. Жауабы бақылау. Сұрақты қайталаймыз. Педагогикалық процесті тану және ұстаз қызметін талдау жасау, балалардың іс-әрекеттерді қабылдауы бақылау деп аталады. Дұрыс жауабы бақылау. Келесі сұрақ. Арнайы теріп алынған сұрақтардың және жауаптардың стандартты түрлері. Жауабы сұрақтама. Сұрақтама. Қайталаймыз. Арнайы теріп алынған сұрақтардың және жауаптардың стандартты түрлері. Жауабы сұрақтама. Келесі сұраққа назар аударамыз.
физикалық дамудың және физикалық даярлықтың мәліметтерін зерттеу. Зерттеу материалдарымен танысу. Жауабы құжатнама зерттеу деп аталады. Құжатнама зерттеу. Қайталаймыз. Физикалық дамудың және физикалық даярлықтың мәліметтерін зерттеу. Зерттеу материалдарымен танысу. Жауабы құжатнама зерттеу. Келесі сұрақ. Балалардың зерттеу мақсаттарын алдын ала белгілеу және педагог зерттеушінің ұйымшылдық іс-әрекеті. Жауабы педагогикалық тәжірибе. Дұрыс жауабы педагогикалық тәжірибе. Сұрақты қайталаймын. Балалардың зерттеу мақсаттарын алдын ала белгілеуі және педагог зерттеушінің ұйымшылдық іс-әрекеті. Жауабы педагогикалық тәжірибе деп аталады. Келесі сұрақ. Баланың денсаулығын нығайтуға бағытталған мақсат. Жауабы шипалы мақсат. Шипалы мақсат. Қайталаймыз. Баланың денсаулығын нығайтуға бағытталған мақсатты біз шипалы мақсат деп атаймыз. Келесі сұрақ. Тыңдаймыз. Сау, жарқын, өмірге төзімді, физикалық жетілген, үндескен және творчестволық дамыған баланы тәрбиелеу. Жауабы бұл тәрбиелік мақсат. Тәрбиелік мақсат. Қайталаймыз. Сау, жарқын, өмірге төзімді, физикалық жетілген, үндескен және творчестволық дамыған баланы тәрбиелеу. Жауабы бұл тәрбиелік мақсат. Келесі сұрақ. Психофизикалық сапалардың және қимыл қозғалыс қабілеттіліктерінің дамуы. Жауабы білім алатын мақсат физикалық. Білім алатын мақсат физикалық. Сұрақты қайталаймыз. Психофизикалық сапалардың және қимыл қозғалыс қабілеттіліктерінің дамуы. Білім алатын мақсат физикалық. Физикалық білім алатын мақсат. Білім алатын мақсат физикалық деп қойған. Келесі сұрақ. Келесі. Күн сайын физикалық жаттығуларға, гигиеналық дағдыларға және өзіне өзі қызмет ету әдетіне қажеттілік. Жауабы тәрбиелеу мақсаты. Қайталаймыз. Күн сайын физикалық жаттығуларға, гигиеналық дағдыларға және өзіне өзі қызмет ету әдетіне қажеттілік. Бұл тәрбиелеу мақсаты. Дұрыс жауабы тәрбиелеу мақсаты. Келесі сұрақ. Жұмыстың, ұйқының, тергудің, қоректенудің, аяқ киім гигиенасының және киімнің тәртібін сақтау. Бұл жауабы гигиеналық факторлар. Гигиеналық факторлар. Қайталаймыз. Жұмыстың, ұйқының, сергудің, қоректенудің, аяқ киім гигиенасының және киімнің тәртібін сақтауды біз гигиеналық факторлар деп атаймыз. Функционалдық мүмкіншіліктерді және организмнің жұмысқа қабілеттілігін жоғарылата білу факторларды біз тәрбиелі мақсат деп атаймыз. Келесі сұрақ. Орындалу тәсілі арқасында қайсысының қимылдатқыш мақсат шешіледі? Мақсаты шешіледі шығар. Мақсат. Қозғалыс орындалу тәсілі арқасында қайсысының қимылдатқыш мақсаты шешіледі? Жауабы физикалық жаттығулардың техникасы. Физикалық жаттығулардың техникасы. Қайталаймыз. Қозғалыс орындалу тәсілі арқасында қайсысының қимылдатқыш мақсаты шешіледі? Жауабы физикалық жаттығулардың техникасы. Келесі сұрақ. Дәл қабылданған өзара әсер етуші күштің қатынасы үнемді және нәтижелі
дәл қабылданған қимылға дайын дене жайы. Дене жайы негізгі жай деп аталады. Жауабы негізгі жай. Сұрақты қайталаймыз. Дәл қабылданған өзара әсер етуші күштің қатынасы үнемді және нәтижелі дәл қабылданған қимылға дайын дене жайын негізгі жай деп атаймыз. Келесі сұрақ. Қозғалыстың табысты орындалуы жол мен заттың қимыл мақсат бойынша жүруіне байланысты. Жауабы қозғалыс траекториясы дейді. Қозғалыс траекториясы. Қайталаймыз. Қозғалыстың табысты орындалуы жол мен заттың қимыл мақсат бойынша жүруіне байланысты. Жауабы қозғалыс траекториясы. Келесі сұрақ. Жолдың мөлшерін дене бөлімдерінің ауыспалылығы шартты мөлшерде ұзындығын біз қозғалыс амплитудасы. Қозғалыс амплитудасы. Айталаймыз. Жолдың мөлшерін дене бөлімдерінің ауыспалылығы шартты мөлшерде ұзындығын біз қозғалыс амплитудасы дейміз. Өмір шартының бірі, ол бәрінен көрінеді. Өмір шартының бірі, ол бәрінен көрінеді. Жауабы ырғақ. Ырғақ. Өмір шартының бірі, ол бәрінен көрінеді. Жауабы ырғақ. Келесі сұрақ. Сәйкестік дәрежесі қимылдатқыш мақсат талаптарынан орындалған болады. Егер қозғалыс сапалары мінездемелеріне талапқа сай болса, жауабы физикалық жаттығулардың техникасы. Физикалық жаттығулардың техникасы. Қайталаймыз. Сәйкестік дәрежесі қимылдатқыш мақсат талаптарынан орындалған болады. Егер қозғалыс сапалары мінездемелеріне талапқа сай болса. Оны біз физикалық жаттығулардың техникасы деп атаймыз. Келесі сұрақ. Жағдай жасаушы айқын жүйеліктер сыртқы тітіркендіргіштердің қандай болмасын ұзақ қолдануы біз жауабы динамикалық стереотип деп атаймыз. Қайталаймыз. Жағдай жасаушы айқын жүйеліктер сыртқы тітіркендіргіштердің қандай болмасын ұзақ қолдануын біз динамикалық стереотип деп атаймыз. Келесі сұрақ. Үндескен дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған педагогикалық процестің негізгі бөлігін біз оқу деп атаймыз. Оқу. Үндескен дамыған тұлғаны қалыптастыруға бағытталған педагогикалық процестің негізгі бөлігін біз оқу деп атаймыз. Келесі сұрақ. Бас ерекшеліктеріне сай таңдалып алынған қозғалыс іс-әрекеті есепке ала қозғалыстарға оқиды. Жауабы білімнің. Бала оқумен мүдделес болғандағы жад түрі. Бала оқумен мүдделес болғандағы жад түрі. Дұрыс жауабы қызу жад. Жады шығар мүмкін. Айта кететін мәселе, аттестациядан өткенде, тестте көп дене шынықтырудан өте көп сұрақтар кездеседі. Сондықтан біз тәрбиешілер болсын, специалистер болсын, мектепалды ұйымының қызметкерлері барлығымыз осы дене шынықтыруды өте жақсы білуіміз керек.
Бала оқумен мүдделес болғандағы жат түрі қызу жат. Келесі. Жаттығулардың тәрбиешінің көрсетуі бойынша қабылдауда дамитын жат түрі бейнелі жат дейді. Қайталаймыз, жаттығулардың тәрбиешінің көрсетуі бойынша қабылдауда дамитын жат түрі, жауабы бейнелі жат. Келесі сұрақ. Келесі сұрақ, кешіріңіз. Мінекей, жаттығуларды ұғыну және барлық элементтердің жүйелі есте сақтауға бағытталған жат түрі, жауабы қисынды жат. Қисынды жат. Қайталаймыз. Жаттығуларды ұғыну және барлық элементтердің жүйелі есте сақтауға бағытталған жат түрі, жауабы қисынды